Стриптоцит. Жайлы көпшілік біле бермейтін жайлар. Суық дегенде ең қолжетімді дәрінің бірі стриптоцит. Бірнеше жыл бұрын мен стриптоцитпен қалай тиімді емделу керектігін үйрендім. Осы құпияны оқырман қауыммен бөліссем деймін. Ол кезде қатты ауырып қалдым, қалтамдағы ақшам стриптоцитке ғана жететін еді. Менің жұтқыншағым қатты ауырды, тонзиллит не фарингит деп топшыладым. Ойланбастан стриптоцит сатып алдым да, басқа шығынсыз емделіп шықтым. Бастысы, емдеу кезінде сұйықтықты көбірек тұтыну қажет. Сонымен рецептке келер болақ, стриптоциттің бір таблеткасын тілімізге қойып, шалқамыздан жатамыз. Осы қалыпта 15-20 минут жату керек. Дәрі өзі еріп тамақты ашады. Екінші таблеткадан кейін-ақ нәтижені байқайтын боласыз. Егер дәрі-дәрмек алуға ақша жетпесе, немесе ауру аяқ астынан басталса, стриптоцитті пайдаланыңыз, оны қолдану аясы кең. Геймапит және синетит. Стриптоциттің бір таблеткасын алып, оны ас қасыққа салыңыз да, екінші қасықтың көмегімен ұсақтаңыз. Ол ұнтаққа айналғанда кез келген түтікше арқылы мұрныңызға тартыңыз. Егер мұрныңыз бекітіліп, ауа жұту мүмкін болмай тұрса, алдын ала мұрынға арналған тамшыларды пайдаланыңыз. Кейін еркін тыныс алған кезде ұнтақты түтік арқылы мұрынға тарту қажет. Гайморит кезінде стафилококк сияқты бактерияларды әдетте дәрі-дәрмек не ине егу арқылы антибиотиктермен емдейді. Қалай болғанда да ол ағзаға кері әсерін тигізбей қоймайды. Ал стриптоцит қабыну ошағына жергілікті қолдануға болатын микробқа қарсы құрал. Бұл процесс жағымды, ауырсынусыз өтеді. Тамақ ауруы, ангина. Тамақ сініп ауырғанда жұтынудың өзі қиындап кетеді. Әр түрлі ұнтақты ертіп шайғанмен де нәтиже қуантатындай емес. Осы кезде стриптоцитті нұсқаулықтағыдай қолдансаңыз, екінші рет қолданғаннан-ақ оң өзгерісті байқаңыз. Дәрінің дәмі аса жағымды болмаса да, ауру қатты асқынбай тұрған шақта жақсы көмектеседі. Стриптоцитті 3 жастан асқан балаларға қабылдауға болады. Алайда, емді бастамас бұрын дәрігермен кеңесіп алғаныңыз жөн, өйткені препараттың әсер ететін ауқымы кең болған сияқты, қарсы көрсетілімдері де біршама. Қарсы көрсетілімдер. Препараттың компоненттеріне сезімталдықтың жоғарылауы. Анемия, ауыр бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігі, глюкоза 6 фосфатдегидрогеназа тапшылығының жоғарылауы, азотемия, порфия. Жаңа босанған аналарға қолдануға болмайды, өйткені стриптоцит плазма ақуыздарынан билирубинді ығыстырады да ядролық сарғаюды тудырады. Арнайы ескертулер: препаратты қабылдаған кезде оны сілтілі минералды сумен немесе ас содасының ерітіндісімен ішу керек. Стриптоцитпен ұзақ уақыт емделген кезде ауық-ауық қан талдауын жасап, бауыр мен бүйрек қызметін бақылауда ұстаған жөн.